Ассаламу алейкум қыздар. Бүгін біз жайнамаз тігіп үйренетін боламыз. Яғни сөмкелі жайнамаз бұл. Жинаған кезде осындай жинап қоюға болады. Сыртына арнайы қап жасап жүрудің қажеті жоқ. Және де матаға сурет салудың бір техникасын үйренетін боласыздар. Намаз оқыған кезде ашып, және де оқып болғаннан кейін жинап қоюға болады. Енді бізге қазір үстіңгі матасы корольдік барқыт, глянцевый түрі, арнайы қажет жерлерді бормен сызып аламыз. Мен қабаға ұқсас болсын деп қара түсті матаға сары түсті краскамен бояп шығамын. Астына қағаз қойып шығамыз, краска өтіп кетпес үшін. Бірінші сары түспен боямас бұрын біз ақ түспен толықтай қажет бояйтын жерлердің барлығын ақ түспен бояп шығамыз кисточкамен. Сәл су қосып, сұйықтау болғанда жақсы боялады. Осылай барлық жерін бояп шығамыз, сызған жерімізді. Яғни қай жерге біз сары краскілерді бояймыз, сол жерлерді арнайы өстіп сызып аласыздар да, сосын кейін барып асықпай краскілеп шығамыз. Бұл бірінші қабат краскасы. Осылай барлық жерін краскілеп болғаннан кейін күтеміз кепкенін. Яғни осы жерді жоғар жағын краскілеп аламыз, сосын кейін барып, уже бұл кебем дегенше, мынау сырттары кішкене бөліктері тұр ғой, оны боямас бұрын бірінші контур мен сырттарын контур жүргізіп аламыз. Яғни краска шеттеріне шығып кетпес үшін. Бұл краска арнайы матаға арналған. Жуған кезде бояғы шығып дегендей болмайды. Қалай кепті, сол қалпында тұрады. Сызғышпен де, мына сызғыштың көмегімен барлық шеттерін енді контурмен бояп шығамыз, жүргізіп. Мына жерде оюды қағазға кесіп аламыз да, шеттерін бормен немесе жаңағы көрсеткен контурын бойынша сызып алсақ болады. Мен сразу контурмен сызып жатырмын. Арнайы бормен, карандашпен де сызып алуға болады. Яғни қағазымызға краска жағылмасын десек. Контурды жаққаннан кейін бұл да кебу керек. Іш жақтарын краска жүргізбейміз бірінші, себебі контур кебу керек. Яғни сызған кезіміз, краскілеген кезімізде краска шетіне шығып кетпес үшін. Міне бізде қазір контурымыз кеуіп тұр. Ақырындап жіңішке кисточкамен асықпай, сырт жақтарына шығарып алмай, ақ краскамен краскілеп шығамыз.
Енді жоғарғы бөлігі бізде кепті золотистый түрімен және де сары қосып жатырмын мен. Металлик түсті араластырып, тағы бір қабат жүргізіп краскілеп шығамыз. Бұл кепкеннен кейін тағы да краскілейміз. Яғни 3-4 қайтара краскілеген кезімізде барлық жері біркелкі болып шығады. Енді 3-ші қайтара краскілейміз. Бұл кезде мен краскіні суға араластырып жатқан жоқпын, тек қана кисточкамды ақырын сулап алдым да, сразу краскіні үстіне жағып жатырмын, біркелкі шықсын деп. Басқа краскілерді араластырмай, тек алтын түстімен сразу өзінің бір қалыпты түсін шығару үшін бір түспен бояп жатырмын. Осы краскіміз әбден жақсылап кебу керек. Енді астарын ортасын сызып аламыз. Астарының ұзындығы 120, ені 70, ал ортасы 40-та 30, ұзындығы 40, ені 30. Ортасынан 2 сантиметр қалдырамыз да, қалғаны 18-де 30 сантиметр бормен белгілеп аламыз сызып. Сосын кейін карандаштың көмегімен оюларымызды сызып дайындап, шеттерін контур жүргізіп шығамыз. Енді бұл жерде мен ою кішкентай ғана болғандықтан ақ краскімен емес, сразу бірнеше қайтара алтын түсті краскімен бояп шығамын. Кебу керек. Астына міндетті түрде қағаз қойып аламыз. Сразу қоюлап, 2 қайтара жағып шығам мен. Контурдың бір жақсысы, шеттерінде краскілеген кезімізде ешқайда краскіміз шығып кетпейді. Сол үшін мен контурды пайдаланамын.
Краскамыздың енді кепкенін күтеміз. Біздің краскамыз кеуіп болды. Енді мына бұрыштарын ойықтау етіп сызып аламыз. Енді мына шеттеріне замокты тігіп шығамыз. Замокты мен қалай көрсетіп тұрмын, сол әдіс бойынша тігіп шығамыз. Мынау шеттеріне келген кезде тарылып қалмайтындай инемен, булавкамен қадап дайындап аламыз. Енді шеттерін бір тігіспен тігіп шығамыз. Бұл жерде ешқандай замокқа арнайы лапқа қажет емес, негізгі лапкамен тігіп шығамыз. Себебі бұл потайной замок емес. Біз тігіп болдық. Енді мына артық жерін кесіп тастаймыз да, мына жерін замогымыз шығып кетпес үшін қолмен тігіп шығамыз. Енді үстіңгі матаны бір-біріне беттестіріп, қозғалып кетпейтіндей барлық шетін, 4 шетін инемен қадап, дұрыстап белгілеп қадап аламыз. Себебінде бұл корольдік барқыт жұмыс жасаған кезде тайып кетеді. Сондықтан міндетті түрде не көктеп, не инемен қадап алған жақсы. Біз тігіп болдық, айналдырып. Енді қазір көрейік. Енді мына шеттерін тағы да бір 7 миллиметрдей шеттерін тігіп шығамыз. Мына ашық жерді бірінші жауып аламыз, ақырындап тігіп. Енді қалған шеттерін толықтай 7 миллиметрдей етіп тігіп шығамыз. Мінекей тігіп болдық. Енді астары бүйтіп бір-бірінен көтеріліп қалмас үшін өздеріңіз қалаған жерлеріңізден бір тігіспен тігіп шықсаңыздар болады, немесе барлық жерін сырып шығады. Мен ортасынан 4 жерді белгілеп алдым да, сол жерлерді ғана ақырындап 2 матаны астарымен біріктіріп тігіп жатырмын. Мінекей біздің жайнамазымыз дайын болды. Енді қазір жауып көрейік.
сіздерге ұнайды деген сенімдемін. Кез келген түспен өздеріңізге ұнаған жайнамазды